Сәлем достар, сіздермен болғандар Даулет, және бүгін біздер Streets of Rage ойнайтын боламыз. Бұл Sega ойын, бұны білетін жарсыздар. Бұл кішкентай балдарда, үлкендерде де ойнайды ғой әйтеуір. Бұндай Sega ойында осындай бір яғни тильдарда ойнауға болады. Осындай бір адамдар Сеганы телефонға скачать еткен. Содан Play Market'те көріп ең соңын тартып сіздерге көрсетейін дегенім. Бұл есімде бар менің ағам екеуміз ойнаған. Мен сіздерге қалай ойнау керек екенін көрсетейін. Начать кірістер. Сондықтан бір адам болып ойнаймыз. Бұл да екі адамдықта ойнауға болады. Яғни мысалы сіз екі адам болып ойнағыңыз келсе, қасыңызда бір ініңіз ба ағаңыз ба шақырып алыңыз, содан телефон тартып алыңыз, и одан интернет қосып Wi-Fi шашасыз, ол қосып алады да содан кіресіз. Так, біздер деген адамды таңдаймыз. Маған сол ыңғайлы. Аяғы ұзын ғой бұныкі. Так, мынау мышты жүретін, мынау ұрады, мына кірді бұт керек. Ағын шақырмаңыз, ол керек кезде полицияға маған осы адам деген ыңғайлы. Комментарияның астына жазып кетіңіздер, қайсы таңдайтындар сізге ыңғайлы болса, мен сіздерге солын көрсететін болам. Мынаған қара, еще пышақ салған. Осы жолда қалдыртып пышақтайын деп жатқан сияқты отчетта. Мә. Беркеш. Мә. Еттің жерінің қажеті жоқ. Жандарыңыз аз болса, осын жесеңіздер, жандарыңызды көбейтіп береді. Мына басық шықты. Қолында орақ. Орағымыз кәдімгі шиша сияқты да. Орақ қылып істеп қойған. Бұны жеңу оңай деуге болады. Бары бір қасым ұшып кеткен соңға. Секрет. Әр адамды өлтірген сайын сіздерге ұпай беріп тұрады. Ұтсаңыздарда да береді. Осы уақыт бітпеу үшін сіздер тездірік істеуіңіз керексіздер. Өлтіріп тездірік адамды істеңіздер. Егер де уақыт нөлге дейін жетпес, 39-да болып тұр ғой, жаңа 40 болып тұрған. Содан нөлге шейін жеткізбеу керексіздер. Егер бұл уақыт бітіп қалса, сіздердің бір жандарыңыз кетіп қалады. Қазір менде үшеу. Мысалы 50 мың, 150 мың, 250 мың, 350 мың, 450 мың кете береді сондай 15 мың қыл. Сонда жинасаңыздар, жандарыңыз бір рет қосылады. Жан қосылсан сайын бұл 9 жанға дейін барады. Бергіш, ұры.
Мә. Мә, алмай жеймін кетті. Міне. Осындайынан, осындай шықса, жеп алыңыздар. Сіздердің жандарыңыз бір рет қосылады. Бұлайына ұстап тұрсаңыздар, бұны ұра берсеңіздер, шынтақпен ұрады. Асыл болсаңыздар, айналдырып та жан басқа қатты береді. Сіздер алдыға жүре берейік. Міне, С, В. Алман дейік. Бізге керек. Бір удар қылды. Міне көрдіңіздер ма? 50 мыңнан ассаңыздар, 50 болмасы тура отсаңыздар. Бір жан қосылып тұрады, менде қазір 5 болды. Если еще шкафатқа отырады, бұл Вандам сияқты. О, айналайын. Сен қазақ қызысың ба? Қамшы ұсталығын. Осыдан жаман қашып жүреді. Сатқызбайды. Бірімен төресі жатсам жалғасады. Опа, тырнақ шықты ғой. Кез тырнақ деп атауға бола ма? Тырнақ мырза. Мә. Ұстайсың, кнопкаға лақтырып жібересің. И еще тебесің сальто қадайсың. Осы сіздер тұрсаңыздар, мынау мышты арқылы, мынау солға бассаңыздар, лақтырады ары-бері, яғни күрес түрі сияқты. Мына басып тұрғаным сары, осылай сүрі түсті болады. Төбеге асыға барады. Түсу, асыға, алға, артқа дейін көрсететін болады. Қай бақты жүргісеңіз, сол жақпен бағыттен жүреді. Мә. Бұл кейден 8-ге дейін барады. Осы 6-ға дейін бастықтар шығады. Сіздерге ескертетін, жаңа біз 2 бастықты өттік қой, әртүрлі шықты. Біріншісі шеша ұстаған орақ қылып істеген адам, екінші жез тырнақ, үшіншісі кейін көрсететін болам сіздерге. 4-те ана бір жерім есінде. 8 адам шат. Егер сіз оларға жақындасаңыз, аузынан от шығады, яғни айдақар сияқты. Білмейм, кепсе жеген ба, білмейм, айтын не жеген. Айтын кепсе от шығады, отын. Опа, шын. Мә. Екеу шұрты жүргізді. Мә. Жамбасқа бір тебесін. Осында кейбір адамдарда қолға ұстап жүреді. Таяқ, пышақ дегендер ұстайды. Осы 2 зат қана ұстайды, басқа ештеңе ұстамайды. Черепашки ниндзя. Черепашки супер ниндзя. Опа, 2 таяқ. Мына 3-ші бастық былайынан шығады. Мына осы. Жүгіріп келеді бұл. Егер жай ғана тұрсаңызда бұл жүгіріп келеді да, сол қолмен ұрады бұл. Кейбір кезде таяқпен ұрасыздар, немесе аяқпен тепсеңіздер де болады. Так, достар, осымен осы жерде видеоңызды аяқтайық. Және
келесі кезеңге кейін өтетін боламыз сіздерге. Арнадан алыстамаңыздар. Менің каналыма тіркеліп Тұрдәулет Қазақ ТВ деп жазсаңыздар, ютубтарда сілтемесін бәрін көресіздер. Сілтемеге астында осындай стресс оврашты ойнап көріңіздер, мен айтқандай. Егер сіздерге ұнайтын болса, лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Паузаға қоя тұрайық. Егер сіздерге бұл видео ұнайтын болса, лайк басып, каналға тіркеліп, подписаться етіп, қасына қоңырау бассаңыздар болады. Сау сәлеметті болыңыздар, сіздермен болған Тұрдәулет Қазақ ТВ.